Қайырлы күн достар, барлықтарыңызға сәлем. Мен енді Вада-ин белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды ұсынамын. Вада-ин сіздерге былайда друзья элементі келіп тұр. Друзья және де самовыражение элементі келіп тұр. Жалпы менен оқыған адамдар, бадзи курсын оқыған адамдар, друзья және самовыражение элементі келген кезде қандай оқиғалар болатынын ол кісілер жақсы өте біліп отыр. Сондықтан мен де сіздерді бадзи обучениесіне, бадзи курсына шақырамын. Өкінбейсіздер. Өте арзан. Менің әріптестеріме қарағанда өте арзан бағамен қазір беріп жатырмын. Сондықтан қатысуға үлгеріңіздер. Ал Вада-ин сіздерге достар, друзья элементі келіп тұр. Көп адамдармен араласасыздар. Мүмкін қонаққа барасыздар, қонақ шақыруларыңыз мүмкін, көптен көріспеген достарыңызбен кездесулеріңіз ықтимал. Жұмысыңызда бір серіктестікті ұсынатын болады. Осы менімен жұмыс жасайсың ба? Осындай мен саған ақша төлеймін, мен саған осындай немесе дивиденд түсіп тұрады деген сияқты сіздерге ұсыныс айтады. Міндетті түрде қабылдаңыздар. Көптен ала алмай жүрген заттарыңызды алатын боласыздар. Сосын өзіңізді шабыттандыратын жұмыспен айналысасыз. Жақсы идеялар келеді. Оны блокнотқа жазып алыңыздар. Вада-ин сіздерге өздеріңіз сияқты элемент келіп тұрғандықтан, бұл да бір грабительдің бір түрі. Грабитель болғанда жай ғана күліп, кез келген затыңызды алып кетуі ықтимал. Сол себепті денсаулықтарыңызға мән беріңіздер. Ешкіммен ұрсудың қажеті жоқ. Қорқыныш сезімі болады. Жаңа дүниелерді ойлап табасыздар. Көптен бір мұғалімдеріңізді іздеп жүрген болсаңыздар, табасыздар. Әділетті болу керек. Егер әділетті болсаңыздар, барлық дүниені қолдарыңызға аласыздар. Жеңіп шығасыздар деген сөз. Құжат рәсімдейсіздер. Мүмкін кредит алуларыңыз ықтимал. Кредит, ипотека, виза алуларыңыз ықтимал. Некеге қатысты өзгерістер болады. Неке деген, мен неке деп айтсам, яғни сіздер екінші жартыларыңызды табуларыңыз ықтимал, немесе егер жолдасыңызбен көп ұрысып жүрсеңіздер, ажырасып кетулеріңіз ықтимал. Сол үшін барынша сақ болу керек. Достарыңызбен праздниктерді, мерекелерді атап өтетін боласыздар. Сізді кейбір адамдар қорқытқысы келеді. Бұл да айтып отырмын ғой, мен грабительдің бір түрі. Ешқандай сөзге қорқудың қажеті жоқ. Айдың аяғында армандарыңыз орындалады. Атақты боласыздар. Өз ортаңызға сыйлы боласыздар. Тек әрекет ету керек. Сол кезде жұмыстарыңыз алға басатын болады. Егер менің прогнозым ұнаса, лайк басып, және де комментарий жазып қалдырып кетсеңіздер екен. Тыңдағандарыңызға мың рахмет. Сау саламатта болыңыздар.